Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Қазір жаз мезгілі, жеміс-жидектер мен көкөністерге бай мерзім. Сол себептен осы дәрумендерді мен өзім қысқы мезгілге сақтап алғым келеді. Алдымен мен қарақаттарды осылай жуып, шөптерінен тазалап, оны сорғытып алам орамалдың үстіне. Міне қасыма көмекшім де келіп жетті. Арасынан маған теруге көмектесіп жатыр. Мұздатқыштың осындай бір полочкасын алып, оған орамалды төсеп, қатырып көрем. Ірілерін бөлек қатыратын болдым. Келесі кезекте бізде дачадағы күтімсіз қалған шиенің сіздерге көрсеткім келеді. Мұнда мен ас содасымен 6%-дық сірке суын қостым. Яғни құрамында егер шіріктері бар болса, құрт-құмыртқалар болса, солардың барлығын шығаратын. Міне байқасаңыздар, бұл күтімі жоқ болған шие арасынан осындай құрттар шығады. Әрине абай болу қажет. Сол себептен мен осындай әдіспен тазалап аламын. Барлығысын жуып шайып, жақсы ағынды сумен шайып аласыздар. Суын төгіп сорғытып алғаннан кейін осындай кішігірім пакеттерге осы шиелерді салып қоям. Бұл пакеттерді мен қатты толтырмаймын, өйткені бір салуға жарайтындай, өзімізге жеткілікті болатындай мөлшерде салып қатырамын. Осылай бөліп салған өзіме ыңғайлы, өйткені бір салуға осы бір пакет бізге жетіп жатыр. Жаңа ірі қарақаттарды қатырғанмын, соларды осылай жеке-жеке пакеттерге салып жатырмын. Бұл кезекте шиемен араластырып, бір салатын қылдырып, жеке пакетке салуға болушы еді, бірақ олай араластырғым келмейді, өйткені бізде шие дымқыл, ал қарақаттар менде қатып тұрған күйінде. Барлығысын осылай тоңазытқыштың осылай тартпасына салып шығам. Орап-орап, желін шығарып. Осылар толығымен қатқан кезде оларды басқа полкасына немесе басқа жерге ауыстырамын. Әзірге осылай бірге қатып тұрады. Бұл үйдің таңқурайы, арасында ақ таңқурай да бар. Оларды мен торт әсемдеуге жеке-жеке қатырып қоямын. Бұл бізде дачадағы шиелер. Биылғы жаз өте шиеге бай болды. Көп адамдардың осы бақшаларында шие өте жақсы жеміс берді. Міне бұл күтімі болған шие, қарап отырсыңыздар, ірі және құрты да аз. Мен осылай кекс, торт немесе бисквиттерге қосу үшін сүйектерінен ажыратып, тазалап, жеке-жеке қатыратын болдым. Кейін бір видеоларда осы сүйектерден не жасағанымды сіздерге көрсетемін.
барлығын тазалап алдым және бір-бірлеп осылай тоңазытқышта қатыратын боламын. Міне біздің шиелеріміз қатты, толығымен осындай контейнерлерге мен бөлек салып қоям. Қажет болған кезде, жаңа бисквит бірдеме пісірген кезде осылай алып қолданған ыңғайлы. Егер сіздерде жеміс-жидектерді қаттыру басқа да әдістері бар болса, комментарийде бөліссеңіздер. Ал менің арнамды қолдап, лайк, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.